Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Біз бүгін жаңа пост және Pinduoduo арқылы қалай артық шығынсыз товарға тапсырыс береміз. Жоқ. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Бүгін біз жаңа пост және Pinduoduo арқылы артық шығынсыз товарларға тапсырыс бер деген сабақты өтетін боламыз. Ал кеттік. Бүгінгі сабақта не айтылады? Pinduoduo арқылы қалай тиімді тапсырыс беруге болады? Жаңа пост деген не? Жаңа посттың артықшылықтары мен ерекшеліктері қандай? Pinduoduo курсы осы туралы айтатын боламыз. Сосын мен сіздермен толық таныса кетейін. Есімім Сержан Тоқай, жаңа пост компаниясының негізін қалаушымын. Тура осы салада 7 жылдан бері жұмыс жасап келемін. Pinduoduo сайтының ресми серіктесі боламыз. Қазірге дейін 300 мың шәкірт оқытыптық Қытайдан сатып алу бойынша. Қазақстан бойынша жаңа пост компаниямыздың 68 филиалы бар. Кеттік. Pinduoduo Қытайдың ішкі нарығында кез келген товарға тапсырыс беруге болатын онлайн платформа. Ең үлкен топ 5-ке кіреді деп айта аламыз. Күніне Қазақстаннан Pinduoduoға түсетін заказдың саны 100 мың тапсырыс түседі. Не үшін 100 мың түседі? Неге Pinduoduoға қызығушылық жоғары? Адамдар не үшін Pinduoduoны жақсы көреді, яғни көп заказ береді? Қазір нақты мысалдарға тоқталайық. Бірінші, мына затты қарайтын болсақ, мультиварка қарайтын болсақ, Қазақстанда 59.990 теңге деп тұр. Енді біз Қытайдан осыны көрейік. Мынаның басқа түсі қарайтын болсақ, Қытайдағы бағасы біздегі 23.660 теңге. Бұны жеткізу құны 1 килограмм $4.55 есептеген кезде 5 килограмм болады деп есептедік. Сонда бұның жалпы шығыны 34.352 теңге. Демек, сіз бір ғана мультиварканы сатып алу арқылы өзіңіздің қалтаңыздан 25 мың теңге үнемдейсіз. Ал балаларға арналған носкиді көрейік. 5 данасы 3200 теңге Каспийда. Ал кеттік. Pinduoduoда дәл осының көп түрлері бар. Бізге керек түрі 383 теңге. Бағасын 200 грамм деп есептесек, 810 теңге алуға болады. 5 үштік носкидан 2390 теңге үнемдеуге болады. Ал кеттік. Мына сумканы көрейік. 23 мың теңге Қазақстанда тұр. Келесі Қытайдан қарайық. Қытайда жаңа байқасаңыздар, бір жағы түрі де көп. Бір ғана түр емес, және бағасы арзан. Бағасы 8060 теңге. 1 килограмм деп біз есептейтін болсақ, бұны 10.200 теңгеге аламыз. Біз бір сумкадан қанша үнемдейміз? 12.800 теңге үнемдейміз. Бір сумкадан бір сумканың ақшасын үнемдейміз. Pinduoduo неге арзан? Мүмкін бұда сапасы нашар, дұрыс емес шығар. Сондықтан арзан шығар дейтін шығарсыздар. Жоқ, ондай емес. Бұл сіздің сатып алуыңызға байланысты. Ол жерде барлығы бар. Арзанда, қымбат, сапалыста, нашарда бәрі бар. Бірақ сіздің сатып алуыңызға байланысты, түсінуіңізге байланысты. Ал Pinduoduo не үшін осыны төмен қылып отыр? Бірінші, Pinduoduoның арзан болу себептері. Pinduoduo Қытайдың ішіндегі заводпенен тікелей сататын платформалардың біреуі. Және шетелге шыққан ең активный. Ал біздегі бойынша ойлайық, Қытайдан товар қалай келеді? Бізге не үшін қымбат болып кетеді? Pinduoduoның арзан екенін бағана көрсеткен, бізге не үшін қымбат деген сұрақтар. Мысалы, Каспийде, Вайлдберристе, басқа жерлерде, дүкендерде не үшін қымбат? Бірінші, Қытайдан үлкен оптовиктер немесе өндірушілер барып өндіреді, оны алып келеді. Сосын регионның оптовиктеріне береді. Олар әрбір ауылдың оптовиктеріне береді. Сөйтіп пайыздан пайыз қосылады. Ең соңында келген кезде Вайлдберрис, Каспийда тікелей үлкен оптовиктерді емес, бір үштік, екі үштік сатуға болатындықтан, ең соңғылармен жасайтындықтан, бұл жерде кемінде 200-300 есеге жуық маржа қосылып кетеді. Ал Pinduoduo жаңа пост компаниясымен серіктес болу арқылы осы товардың официальный түрде заводтан клиентке жеткізуге көмектесті. Сондықтан бағасы арзан. Екінші бір себеп, Pinduoduoның арзан болу себебі, заводпен жасайды деген осы соңғы 4-5 жылда үлкен не болып отыр? Елдің бәрі айтатын тема болды, соны түсіндіре кетейік. Pinduoduo тікелей заводпен жасаудың жүйесін жасап шыққан. Заводтарда мысалға, былай қарасаңыз, оптом сататын адамдар не істейді? Бір штуктап сатуға ерінеді, өйтіп сатса тіпті шығыны көбейіп кетеді. Ал Pinduoduo осы жердегі шығынды ең төменгі деңгейге түсіріп, система жасағанда, заводтарға товарыңды розница бір штуктан болса да қиналмай сатуға мүмкіндік жасаған. Яғни товардың
жасалған тауарлардың қойылу және отправка оның система жүйесін жасап бергендіктен заводтар қуана үштіктап сататын болған. Сол себепті арзан. Қысқаша айтқанда, Pinduoduo сайты қазір ең трендтегі тауарларға тапсырыс беруге арналған Қытай сайты. Сіздерге ең удобна сайт осы. Кім Pinduoduo арқылы арзан тауарларға тапсырыс бере алады? Кез келген адам, қазақстандық кез келген адам Pinduoduoмен айналыса алады. Оған мүмкіндік бар. Оған тек телефон номер, банк карточка болса жеткілікті. Енді Pinduoduo сайтының басқа Қытай сайттарынан артықшылықтарын көрсете кетейін. Pinduoduo сайты Қытайдың ішіндегі неше түрлі сайттар бар. Соның ішіндегі бізге лайық болған ең керемет түрі. Мысалы, Pinduoduo сайтынан бөлек 1688, Alibaba, Taobao, Tmall, JD.com, Poizon деген көп деген сайттар бар. Тек қана Pinduoduo емес. Бірақ Pinduoduo бізге ең дұрысы болып тұр. Бірінші артықшылығы, Pinduoduoның Қазақстанға бағыттаған жұмыс жасайтын командасы бар. Қазақстан үшін деп жасайтын. Яғни клиенттерге удобство жасауға, ыңғайлық жасауға көмектеседі. Қалай? Төлемді тездетеді, жеңілдетеді, артық процестерді алып тастайды. Логистика бойынша клиенттерге мысалы түсіну керек та, бұл қайсы логистикамен қалай алып жатыр, бағасы қанша болады дегенді тіпті қазақша көрсетіп беріп қойды. Біз солардың командасымен жұмыс жасап, мен өзім тіке сол нәрселерді аударып бердім. Логистикалық бөлімі қазақша қазір Pinduoduoның арнайы командасы бар. Бірінші артықшылығы. Екінші артықшылығы, кез келген қазақстандық өзінің қолындағы бар кез келген картаны тіркеп төлем жасай алады. Ол мейлі Каспий, мейлі Жуса, мейлі Халық, мейлі Сбербанк, кез келген банк карточкасы болсын, тікелей төлем жасай алады. Яғни Каспий болады, немесе Халық қана болады, басқасы болмайды емес. Барлығымен болады. Екінші артықшылығы осы. Ал Taobao 1688 сайттарында шектеме бар. Екінші, тіке өзіңіздің карточкаңызды тіркеп төлей салмайсыз, оны юанға алмастырасыз. Бірінші кейде WeChat ашуыңыз керек болады. WeChatсыз жүрмейтін болады. WeChat арқылы тіркеліп барып, сосын өзіңіздің құжатыңызды тіркейсіз. Қалай? Паспортыңызды тіркейсіз. Мысалы, Alipayға паспортыңызды тіркеп, содан кейін барып оған юан сатып аласыз. Кейде Қытай номер керек болады оған. Басқа сайттарда сондай. Ал Pinduoduo болса, тіке Қазақстан кез келген картасын төлемін қабылдай береді. Ендігі бір артықшылықтарының біреуі, ол қазақстандықтарға өзінің адресін енгізу. Бағана Қазақстанға арнайы команда дедік. Сол не істейді? Қытайдың мекен жайын енгізетін бұрын. Осында көріп отқандардың ішінде болса керек, Қытай адресін, иероглифтермен Қытай компаниясының атын, Қытай компаниясының телефон номерін кіргізетін. Бұрын сондай болған. Бұл тауарлар, мысалы, Қытай адресі жазылса, Pinduoduo шетелге шығаратын тауар екенін білмейді бұл тауар. Сондықтан басқаша болады. Ал Pinduoduo соңғы кезде не істеді? Біз арқылы жасағаннан кейін қазақстандықтарға Қазақстан адресін енгізуге мүмкіндік жасады. Біз оларға бүкіл адрес базасымен бердік. Өзінің тұтынушыларының адрестерін жазалады. Яғни жауапкершілікті екі компания алады. Ол Pinduoduo және жаңа пост. Клиент өзінің мекен жайын толтырады. Өзіне ең жақын филиалды таңдайды. Яғни заказ бергенде өзіңіздің үйіңіздің адресіңізді, өзіңіздің телефон номеріңізді, өзіңіздің атыңызды жазасыз. Соған мүмкіндік жасады. Артықшылықтардың біреуі осы. Ал басқа сайттардың бәрі бұл нәрсені жасаған жоқ. Бесінші артықшылығы, бір үстік болса да заказ бере аласыз. Ол жерде шектеме жоқ. Басты артықшылығы, басқа сатушыларға қарағанда Pinduoduo клиенттерге жағдай жасайды. Ал басқа сатушылар, яғни басқа платформалар, сатушыларға, дүкендерге, заводтарға жағдай жасаса, Pinduoduo заводтарға жасайды, бірақ бірінші очередте клиенттерді маңызды орынға қояды. Клиенттердің қалауы маңызды дейді. Сондықтан бұл ең үлкен ерекшелігі ретінде Pinduoduo'ның қазіргі деңгейге шығарған, Қазақстандағы деңгейге шығарған осы бір ерекшелігі. Енді қалай Pinduoduo арқылы тауарларға тапсырыс беріп, ақша үнемдеуге болады? Бірінші, Pinduoduo арқылы кез келген адам өзіне тапсырыс бере алады, және Қазақстаннан 2-3, кемі 2-3 есе арзан бағамен алып келе алады. Мысалы, 10 мың теңгелік тауар болса, сіз 3 мың теңгеге ала аласыз. Ал осыны қалай жасаймыз? Pinduoduo арқылы ақша үнемдеудің 4 қадамы бар. Қиын емес. Біріншісі, Pinduoduo'ға тіркелесіз. Телефон номеріңізбен тіркеліп, картаңызды тіркейсіз. Екіншісі, сол Pinduoduo'ға қазақстандық адресіңізді енгізесіз. Өзіңіздің қазақстандық адресіңізді енгізесіз. Және сол енгізгеннен кейін заказ беретін кезде жаңа постпен алдырам деп таңдайсыз. Болды. Осы жеткілікті екінші қадам.
Үшінші қадам тауарға тапсырыс беру. Адресті енгізіп бәрін жасағаннан кейін тауарға тапсырыс бересіз. Өзіңіздің тауарыңызды таңдап алып тапсырыс бересіз. Төртінші қадам жаңа пост арқылы осы тауарларды өзіңізге ең жақын бөлімшеден алып кету. Бұл төртінші қадам. Сөйтіп осы қысқа ғана 4 қадам жасап тауар алдырасыз. Өзіңіздің ақшаңызды үнемдейсіз, уақытыңызды үнемдейсіз, энергияңызды үнемдейсіз. Барлығы платформадан, жаңа посттан және Pinduoduo'дан көрініп отырады. Сөйтіп арзан бағадағы тауарларды аласыз. Pinduoduo'ны қолдану барысы сіздерге нақты көрсету үшін тағы да бірнеше тауарлар түсіндіре кетейік. Қалай біз Pinduoduo'ны қолданамыз? Көбінде не аламын деген сұрақтарға бұл жауап, өзіңізге керек нәрселерді аласыз. Мысалға, мынау бізде микрофон, қарайтын болсаңыздар, Каспида 35 мың теңге деп тұр. Ал Pinduoduo'дан қарасаңыз, бұл электроника тіпті разница ең жоғары болады. 4800 теңге. Салмағы 100 грамм, 0,94 доллар, яғни 443 теңге. Бұл нақтылы сатып алынған тауар. Сіздерге мына жерде тек нақтылы сатып алған тауарды көрсетіп отыр. Сонда бағанағы біздің 35 мың деген тауарымызды 5300 теңгеге алдық. Сонда 29 мың теңге үнемдедік. Бір заттан ешқандай разницасы жоқ. Салыстырып қаралған зат. Ал мынаны қанша деп ойлайсыздар? Бұл Қазақстанда біз кемі қаншамен сатып ала аламыз? Қарайтын болсақ, Қытайдағы бағасы 4200 теңге. 600 грамм шығады, доставкасы 1096 теңге. 5296 теңге өзіңізге алдыра аласыз. Ал бізде 10 мың теңге. Бұл жерден сіз кемі 5000 теңге үнемдейсіз. Біздегі 10 мың теңгелік баға бұның ең арзан түрлері деп қарауға болады платформаларда. Ал мына жерде біздің жаңа посттың ішінде осы тауарларыңыз қашан заказ берілді, қай жерде тұр, қай филиалда, төленді ме жоқ па, бүкіл ақпараттарын осы жерде қарайсыз. Мынаны қарайтын болсақ, бізге жалпы 8 күнде қолымызға жеткен. Мынау төленген күні, алып кеткен күн. Қазанның 4 күні шыққан жолға, Қытайда келген складқа. Сосын клиент 12 күні төлеп алған. Бұл нақтылы, живой болып жатқан нәрселерді сіздерге скриндап көрсетіп отырмыз. Мына тауар қарайық, бізде 4900 теңге шайнектерменен, Pinduoduo'да 1369 тура сол комплект. Доставкасын есептесеңіз, бізге 2365 теңгеден шығады. Жай ғана бірге бір үнемдейсіз, 2500 теңге үнемдейсіз. Мына сумканы қарайық, 1500 теңге, доставкасымен 2899 теңге есептер толық көрсетілген. Сіз бір қарап шықсаңыз болады. Біздегі бағасы қанша деп ойлайсыз осының? 2800 теңге алып тұрық, мынандай үлкен сөмке. Кемі 8000-нан жоғары болады деп ойлаймын. Кем дегенде 2-3 есе. Ал кеттік, Pinduoduo сайтында өзіңізге қажетті заттар тапсырыс беру арқылы қомақты қаражатты үнемдейсіз. Жай ғана осы заказдарды беру арқылы, өзіңізге керек заттар тексеріп беру арқылы өзіңізге ақшаңызды үнемдеп отырасыз. Әр айдағы айлығыңызды, шығатын шығындарыңызды барынша тежеуге көмектеседі сразу. Келесі сабақта біз не айтамыз? Келесі сабақта осы жаңа пост компаниясы Pinduoduo'ның пайдаланушылары үшін номері бірінші жеткізуші компания. Ол не үшін? Біз қалай Pinduoduo'мен бірге осындай партнерство орнаттық? Не үшін? Сенімді түрде, яғни Pinduoduo'ның ішінде ең сенімді номері бірінші логистикалық компания ол жаңа пост. Келесі сабақта сіздерге осыны ашып толық түсіндіре кететін боламыз. Бастауымыз, қалай олармен бірге жұмыс жасауымыз деген тақырыптар толық түсіндіретін боламыз. Келесі сабақта кездескенше назарларыңызға рахмет.